Тура ресторандағыдай 100% өрік шырынын дайындағыңыз келе ме? Олай болса, ең оңай тәсілін сіздермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде видеоны сақтап алып, дайындап көріңіздер. Банканы ешқандай қиындықсыз жуып алып, күнге залалсыздандырып аламыз. Өрікті жақсылап жуып алып, дәнегінен ажыратамыз. Өрікті тазалап алған соң, үстінен су құямыз. Отқа қойып, бір қайнағанын күтеміз. Қайнап шыққан соң блендермен езіп аламыз. Одан кейін ситамен өткізіп аламыз. Мінекей дайын болды. Енді оның үстіне қант қосып, бір қайнағанын күтеміз. Және көбігін алып, банкаларымызға құюды бастаймыз. Дайын болған банкаларды төңкеріп, бір түнге жылы көрпемен жауып қоямыз. Қыздар, уайымдамасаңыздар да болады. Сіздердің банкаларыңыз ешқандай да атылмай, қысқа дейін шыдайтын болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Гүлнара.